4-ші күн. Ойыңды тазарту, тағдырыңды түзету. Бүгінгі күннің басты тақырыбы ой. Себебі адам өміріндегі барлық өзгеріс ең алдымен ойдан басталады. Сен қалай ойласаң, солай өмір сүресің. Ойың таза болса, жүрегің тыныш болса, өмірің берекелі болады. Көп адам өміріне ренжиді, тағдырға өкпелейді, бірақ өз ойына назар аудармайды. Ал шындық мынада. Сенің бүгінгі жағдайың кешегі ойларыңның нәтижесі. Бүгін өз ойларыңды бақылауды үйрен. Таңертең тұрған сәттен бастап ішкі диалогыңа құлақ сал. Өзіңе не айтып жүрсің? Менің қолымнан келмейді, мен шаршадым, бәрі қиын деген сөздер жиі қайталана. Егер солай болса, оларды бірден тоқтат. Себебі бұл сөздер сенің күшіңді сорып алады. Ой бұл энергия. Қай ойды көп ойласаң, соны өміріне шақырасың. Бүгіннен бастап ойыңды саналы түрде өзгерт. Теріс ой келгенде, оны жоққа шығар. Мысалы, мен істей алмаймын деген ой келсе, оның орнына мен тырысып көремін деп айт. Маған ешкім көмектеспейді деген ойды Алла маған жол ашады деп алмастыр. Алғашында бұл қиын көрінуі мүмкін, бірақ күн сайын қайталасаң, миың жаңа ойлауға үйренеді. Ойды тазартудың тағы бір жолы шүкіршілік. Бүгін кем дегенде 5 нәрсеге шүкір айт. Денсаулығыңа, тынысыңа, үйіңе, отбасыңа, бүгінгі күнге. Шүкіршілік ойды жарық етеді. Ал жарық ой қараңғылықты қуып шығарады. Шүкір еткен адамда үміт болады, үміт бар жерде алға жылжу бар. Бүгін өзіңе бір уәде бер. Өз ойының қожайыны боламын деп уәде бер. Сен ойыңды басқармасаң, ой сені басқарады. Ал сенің миссияң өз өміріне жауапкершілік алу. Өзіңді кінәлама, өзгені де айыптама. Бар назарды ішкі әлеміңді түзетуге бағытта. Кешке қарай бүгінгі ойларыңды саралап көр. Қандай ойлар жеңді, оң ба, әлде теріс пе? Егер бір күнде бәрі мінсіз болмаса, уайымдама. Бұл процесс. Ең бастысы сен жолдасың. Әр таза ой болашағына салынған бір кірпіш. Ал сен сол кірпіштерден жаңа өміріңді құрып жатырсың.